Келесі 745-ші есебіміз шамалардың сан мәнін ондық бөлшек түрінде жазыңыздар дейді. Біріншісі, егін жинайтын комбайн егінді 14,23 км/сағат жылдамдықпен жүріп жинады. Яғни осы санды біз ондық бөлшек түрінде жазайық. 14,20-3 бөлшектің бөлімін 100-ге келтіреміз. Ол үшін 5 санына көбейтеміз. Сонда 14,100-ден 15-ге тең болады екен. Оны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 14,100-ден 15 км/сағат болады екен. Келесі, екіншісі, темір жол вагонының биіктігі 3,2-ден 1 метр. 3,2-ден 1 метрді ондық бөлшек түрінде жазу керекпіз. Ол үшін бөлшектің бөлімін 10-ға келтіреміз. Бөлшектің бөлімін де алымын да 5 санына көбейтейік. Сонда 3,5 болады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 3,5 метр екен. Келесі, үшіншісін жазайық. Жоңғар қақпасының орта бөлігінің соғатын ембі желінің жылдамдығы 60,5-ден 4 метр секунд. Яғни бөлшектің бөлімін 10 санына келтіруге болады. Бөлшектің алымында бөлімді 2-ге көбейтейік. Сонда 60,8-ге тең болады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 60,8 метр секундқа тең екен. Келесі 746-шы есебіміз Айгүл ұзындығы 6 метр жүйекке арақашықтығы сантиметрден гүл түптерін отырғызды. Айгүл неше түп гүл отырғызды? Мұндағы ды 20-ға тең дейді. Бастапқыда 6 метр болған, яғни сантиметрмен арақашықтық өлшенген. Ол үшін 6 метрді сантиметрге айналдырып алайық. Сонда 600 сантиметр болады екен. Енді осы 600 сантиметр арақашықтыққа арасы 20 сантиметрден болатын гүл отырғызған екен. Енді сұраптар қанша гүл отырғызуға болады дейді. Енді мысал ретінде біз 6 метрлік жерді алайық. Бізде 6 метрлік жер. Енді арасын 3 метрден тастап гүл отырғызды дейік. Сонда дәл ортасына бір гүл отырғызуға болады. Бастапқы екі шетіне бір-бір гүл отырғызды. Сонда 6 метрге арасына 3 метрден гүл отырғызатын болса, 3 түп гүл отырғызуға болады. Яғни 2-ге бөлінсе, ол қосалқы біреу қосылып жүреді деген сөз. Дәл осы есеп сияқты, сол есеп сияқты. Сонда бастапқы 600-ді бөлеміз 20-ға, қосамыз 1-ді тең. Сонда бөліндісі 30-ға тең болады. Қосайық 1-ді, сонда 31 шығады екен. Яғни 31 түп гүл отырғызуға болады екен. Келесі 747-ші есебіміз. Біріншісін шығарайық. Өрнектердің мәндерін есептемей-ақ мәндері тең өрнектерді турап теңдікпен құрастырыңыздар дейді. Біріншісі 4-тен 3 азайтылған 0,2. Жай бөлшекті ондық бөлшекке, ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып жазып көрейік. Сонда 4-тен 3 санын бөлшектің бөлімі 100-ге келу үшін 25-ге көбейту керекпіз. Сонда 4-тен 3 алымында бөлімде 100-ге көбейтіп жазайық. Азайтылған 0,2. Негізі 0 жазбасақ, жазудың қажеті жоқ. Сонда тең дейін, сонда бөлшектің бөлімінде 100 болады, алымында 75. Азайтылған 0,2. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,100-ден 75 азайтылған 0,2 болады. Енді дәл осындай бізде 6-шысы бар. Ол кезде бірақ 2-ге қысқартып жібергендегі мәнге тең. Сонда тең 0,100-ден 75 азайтылған 5-ден 1 болады. Сонда 1 мен бізде тең болады 6-шысы. Келесі екіншісін
шарп көрейік. 0,5 азайтылған 25-тен 4 тең 0,5 деп жазып алдым. Келесі азайтылған 25-тен 4 бөлшектің бөлімін 100-ге келтірейік. 100-ге келтіру үшін 4-ке көбейтеміз. Ал бірінші бөлшекті 5-ке қысқартып жіберейік. Онда 2-ден 1 азайтылған 100-ден 16 болады. Сонда 2-ден 1 азайтылған 0,100-ден 16. Дәл осылай бізде 5-шісі екен. Сонда 2 мен 5 тең екен. Келесі 3-шісін шарп көрейік. 0,4 азайтылған 20-дан 3. 0,4 азайтылған 20-дан 3 бөлшектің бөлім 100-ге келу үшін 5-ге көбейтейік. Сонда қысқартамыз. 2 санына 2, 5 болады. 5-тен 2 азайтылған бөлшектің бөлімінде 100, алымында 15. 5-тен 2 азайтылған 0,100-ден 15. Ол бізде 8. Сонда 3-ші мен 8-шісі бірдей екен. Келесі 4-шісін шарп көрейік. 0,100-ден 45 азайтылған 50-ден 17. 0,100-ден 45 деп жазылайын. Азайтылған 50-ден 17 бөлшектің бөлімін 100-ге келтіру үшін 2 санына көбейтеміз. Бөлейік. 5 санына 9 болады. 20 болады. 20 болады. Онда бөлшектің бөлімі 20-дан 9 болады да, азайтылған 100-ден 34. Сонда 20-дан 9 азайтылған 0,100-ден 34. Сонда 4 пен бізде 7 бір-біріне тең екен. Келесі 748-ші есебіміз. Бос орындарға теңдік тура теңдік болатындай санды тауып қойыңдар дейді. 7,1045. Яғни қалай оқылады, дәл солай жазылады. Сонда бөлшектің бөлімінде 1000 саны болады екен. Келесі 4,1031 дейді. Сонда 10,031 санын жазады екенбіз. Сонда 0,031 болады. Келесі 0,10,027. Яғни алдында 27 саны болады екен. Қалай оқылады, дәл солай жазылады. Келесі 749-ші есебіміз. Берілген бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазуға бола ма? Егер болса, ондық бөлшек түрінде жазыңыздар дейді. Ондық бөлшек түрінде жаза аламыз, егер бөлшектің бөлімі 10, 100, 1000, 100 000 деген сол сияқты сандарға келтіруге болады сандар болса. Бізде біріншісінде 1,6-дан 5 саны, яғни бөлшектегі бөлімдегі 6 санын біз 10, 100, 1000 сандарына келтіре алмаймыз. Сондықтан да біріншіні жазбаймыз. Келесі екіншісіне қарай. Екіншісі бізде 20-дан 9 саны, яғни бөлшектің бөлімін бізге 100-ге келтіруге болады. Онда бөлшектің бөлімінде алымда біз 5 санына көбейтейік. Ол сонда 100-ден 45 болады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ 0,100-ден 45 болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Үшіншісі бізде болады 2,8-ден 3. 2 саны өзін жазып қоямын. Бөлшектің бөлімінде 8, алымында 3. Бөлшектің бөлімін 1000-ға келтіруге болады. Ол үшін 125 санына көбейтеміз. Сонда 2,1000-нан 3 пен 125 санын көбейтісі 375. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ 2,1000-нан 375-ке тең екен. Келесі төртіншісі бөлшектің бөлімінде 15 саны. 15 санын 10, 100, 1000 сандарына келтіре алмаймын, сондықтан да жазбаймын. Келесі бесіншісіне қарайық. 125-тен 2 бөлшектің бөлімін біз 1000-ға келтіруімізге болады. Сонда
алымда бөлімде 8 санына көбейтейік. Сонда 1000-нан 16 болады. 10-дық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0,1000-нан 16 болады екен. Келесі 6-шысына қарайық, оны жазуға болады. Сонда 3,5-тен 4. 3 бүтін санының өзін жазып қояйын. Бөлшектің бөлімде 5, алымда 4 дейміз. Алымда бөлімде 2 санына көбейтейік. Сонда 3,10-нан 8. Сонда 3,10-нан 8 болады екен. Келесі 7-ші есепті жазамаймыз. 8-ші есепті жазайық. Ол бізде 25-тен 9. Бөлшектің бөлімін бізде 100-ге келтіруге болады. Сол үшін 4-ге көбейтеміз. Сонда 100-ден 36 болады. Ол бізде 0,36 болады екен.